Гүлісхан Домалайқызы. Махаббат пен ғадауат. 7 бөлім. Күндер жылжып жатты. Қандай мереке екені есімде жоқ, әйтеуір бір мерекеге барлық мекемелер бір апта демалып, бізде үйге қайттық. Келген соң ұйқыда қанып, баламыздың жанында демалып, шіркін, үйдің рахат-ай деп бір жырғап қалдық. Бұнда келгелі де 2-3 күн болған. Ақай, бабам, апам үшеуі осы қаладағы бір туысқандарының тойына кетті. Мен ботаның өзіме қалғанына мәз болып үйде қала бердім. Ұлымды шомылдырып ұйықтатып, енді ауланы тазалайын деп есік алдына шыққаным сол еді, қақпадан Ақай кіріп келе жатты. Кеткендеріне әрі кетсе 1 сағаттай ғана болған. Түрі сондай ашулы. Кірген бойда маған қарай адымдай басып келе жатыр. Не болып қалды екен деп ойланып тұрғанымша болғаны жоқ. Жаныма жетіп үлгерді де шапалақпен бетімнен шарт еткізді. Не жеткен саған дегенімше болған жоқ. Екінші шапалағы да шарт етті. Менде қанша қауқар бар, ұшып түстім. Ол қолымдағы сыпыртқыны жұлып алды да басы көзіме қарамай сабалай жөнелді. Сөз тыңдар емес. Сол сәт кім жібергенін, қалай келгенін білмеймін, қақпадан көрші кемпір жүгіріп кірді. Ойбай, қой балам, Ақай өлтіресің деп қолындағы сыпыртқыны жұлып алды да мені орнымнан тұрғызды. Ал Ақай ашудан түтеп кеткен. Екі көзі қып-қызыл, қақпадан қайта шыға жөнелді. Не істеп қойғанымды, қай күнәм үшін таяқ жегенімді білсем бұйырмасын. Қатты жылағаным сонша даусымнан ботам оянып кетті. Ол да ес біліп қалған. Менің бауырыма келіп бүрсе тығылды да түріме қарап кемсеңдей жылай бастады. Баламды шошытып алмаймын деп даусымды басқаныммен түсініксіз таяқ ашуын баса алмадым. Көрші кемпір, балам, қыз баланың тағдыры деген осы. Ақай өз басы жақсы жігіт, бірақ әйелін біреу күніне жамандай берген соң бірде қажиды, бірде сенеді. Еркек адамның бәрі сол. Енеңнің де ақылы шамалы. Қайтесің енді? Балаңды иіскеп құшағың алсаң бәрі де ұмытылады. Әттең қыз баланың тағдыры-ай. Біреудің алақанында қалатын тордағы торғайдай деп күрсіне сөйлеп үйден шықты. Нақақ жеген таяқ ашуымды одан сайын үдетпесе басылған жоқ. Тұрдым да ботамды киіндіріп, беті қолымды жудым. Бір жақ бетім көгеріп ісіп қалыпты. Үйдің қақпасын сыртынан жіппен байладым да баламды көтеріп төркініме кеттім. Үйге келуін келгеніммен әпке бауырларыма тіс жарып ештеңе айта алмадым. Жай өзім қыдырып келдім деп қоям. Құдай оңдағанда үйде әкем жоқ екен. Ертесі таңертеңгі шайдан кейін ботамды көтеріп, менің мақтанышым Қарасайдың көркі болған әкемнің орман бағын араладым. Ұлым шиқылдап ұшқан торғайларға, қарқылдай жорғалаған қарғаларға қарап мәз. Қолына жапырағы көмкерілген қайың бұтағынан сындырып беріп қойдым. Бір топ бұзауды қызық көріп соңынан қалмайды. Екеуміз бақта ұзақ сейілдедік. Енді үйге жақын маңдағы алаңқайға шыққанымызда жоғарғы жақтан жаяу келе жатқан әйел адамды көзім шалып қалды. Қайта бажайлап қарағанымда апам екенін тани қойдым да қатты қысылып қалдым. Халықтық жосын бойынша апам бұл үйге құдағи жолымен келу керек болатын. Мен туыстарыма өзім келіп кетіп жүргенім болмаса, әлі өтелмеген қонағасы бар еді. Ал оған Ақайдың отбасының жағдайы әлі жоқ. Бірақ қалай дегенмен де апамның келер жолы басқа еді. Не де болса бота екеумізге алаңдап келген болды ғой дедім де, ұлымды көтеріп мен де тезірек үйге қарай жүрдім. Біз ағаш арасында келе жатқан соң байқамаған болар. Әйтпесе ол кісі жоғарыдан, біз төменнен бір-бірімізге қарсы бағытта ортадағы үйді бетке алып келеміз. Апам үйге бізден бұрынырақ кірді. Одан сайын қысылып жүгіре басып келем. Түф, әттеген-ай, ұрысқанымызды білдіріп қояр ма екен? Ұлым екеуміз есіктен кіргенде пеш түбінде апам түрегеп тұр. Бұрқырап сөйлеп, солқ-солқ жылап тұр. Ал жездем мен әпкем өздері ұрыс төбелес көрмеген жуас адамдар еді. Есі шығып, аңырап тұр. Есіктен кіргенім сол еді, апам оқтай атылып, қолымдағы баланы жұлып алды. Бермей жармасу ыңғайсыз. Енді ғана бірдеңе түсінгендей болған жездем. Құдағи отырсаңызшы, келініңіз бір ағаттық жіберген болды ғой. Сіздің ашуланғаныңыз да жөн.
Ал енді немереңізді құшақтап төрге шығыңыз, шәй ішіңіз, деді құрақ ұшып. Оны тыңдаған апам жоқ. Ботаны көтерген бойда зар еңіреп жылаған беті бұрқырап сөйлеп, есіктен тозаңдатып шыға жөнелді. Бірақ не айтып, не қойғанның бірі де құлағыма кірген жоқ. Сілейіп тұрып қалдым. Апамның үйдегі құйтырқы қылығын әлі есігін ашпаған құдасы болып саналатын менің төркініме келіп істегені шынымен де күтпеген жағдай болды. Жездем мен әпкем енді мені қыспақ қалды. Бұл не жағдай? Сен олармен ұрысып келген болдың ғой. Не де болса жаманатты болған апама жаптым кінәні. Иә, апама ренжіп, өзі жоқта ботан алып кеткенмін дедім. Апамның бұрқырап сөйлеген көп сөзінен жырғатып, ештеңе түсінбегендіктен менің айтқаныма иландау деймін. Өй, ақымақ қыз, саған қашан ескіреді екен? Еркелігіңді қоятын уақытың болды емес пе? Бір балаға ана болдың, бала құсап үйге қашқаның не? Ертең қайт үйіңе, ел жұрттан ұят болады, деді. Ботаммен ақайсыз өмір сүру мен үшін де мүмкін емес еді. Ақыры ауданға қайттым. Сөйтсем, тап бір алдын ала уәделесіп қойғандай, автобекеттің алдында Ақай тұр. Автобустан түскен бетінде оған тіл қатпастан жолға шықтым. Өзімше үлкен ағамның үйіне баратын көшеге қарай бұрылдым. Бағанадан үндемей еріп келе жатқан ол шыдамады білем, жүгіріп келіп білегімнен ұстады да: "Жетер енді, ол жақты шуылдатпаш", деді. Мен өзімше сыр бермей бұлданып тұрмын. Ол мені қолтықтаған бойы шағын шайханаға ертіп келді. Әлі тарамаған ашуымды білдіре сұрадым. Мен неге ұрдың? Не бүлдіріп қойдым? Ақай маған соншалықты бір мейіріммен елжіреп қарай отырып: "Қаласаң мені боқта, қаласаң төпештеп ұр, әйтеуір өшіңді ал, бірақ менен неге деп ешқашан сұрамаш", деді. Иә, оған қанша жерден ашуланып, көкейімде қанша айтар сөз дайындасам да, осы бір мейірімді жанарын көргенде бар ашу ызам із-түссіз тарап кететін. Бүгін де солай болды. Екеуміз қолтықтасып, түк болмағандай үйге келдік. Қақпалдында анадайдан қолтықтасып келе жатқан екеумізді көрген апам да басын шайқап: "Ақымақтарым сол", деп менің бетімнен сүйді. Сол құпия таяқтың соңы құт болып, бабам жоғары төменге шапқылап жүріп, аудандық мал дәрігерлік пунктіне Ақайды жұмысқа кіргізді. Сол мекеменің ауласындағы 2 бөлмелі жертөлеге бізді бөлек шығарды. Кейін апамның бір әңгімесінен іштей түйіп қалғаным, мен бабаммен бір әңгіме үстінде: "Баба, сіз 40 жыл өкіметте, әкімшілік салада жұмыс істегеніңізде, бір балаңызды жұмысқа орналастыруға беделіңіз болмағаны қалай? Ақай жұмысқа орналасса, бізде көрінген жерде тентіреп, асқана ашудан құтылар едік" деген секілдімін. Ал ол апамның зергер тілімен Асекеңнің құлағына жеткен сияқты. Әлгі құпия таяққа себеп болғанда сол секілді. Иә, біз енді бөлек түтін түтете бастадық. Ақайдың тұрақты жалақысы да бар. Шағын ғана отауымыздан ағайын дос, қонақ үзілмейтін болды. Менің бір құрбыммен Асқат үйленді. Жақай Азат Нұр деген құрбыммен сөз байласты. Сыныптастарымда қысқы жазғы каникулдарда топ-топ болып іздеп келеді. Шағын ғана үйіміз шаттық пен қуанышқа толды. Ақай мен Жақай да кейде өз ойларын жасырмай: "Біздің достармен қонақта болсаң, ертесі арақтан басың ауырып, орныңнан тұра алмай меңзең боласың. Ал Жаннұрдың достарымен бірге отырсаң, ән салып, өлең оқып, керемет демалып қайтасың" дейтін. Шынымен де өмірі ән айтпайтын Ақайда да, оның достарында да, менің дос құрбыларыммен қосылып, таңға дейін ән шырқайтын мінез пайда болды. Үйімізде домбыра, гитара үні үзілмейтін. Оның үстіне менің достарым арақ темекі дегенге жоқ болатын. Ақай екеуміз сол кезде жастар арасында кең таралған әдемі әнді үнемі бірге айтатынбыз. Оның аса даусы болмағанымен, бұл әннің ырғағы қарапайым болғандықтан екеуміз еркін қосылып айта алатынбыз. Бірде апамды алдап сулап жүріп, Ботаны үйге алып келдім. 2 жастан асып қалған кезі болатын. Сондай тәтті былдырлап сөйлейді. Екеуміз ежіктеп бірдеңен айтып отырып, тамағымызды іштік. Түскі астан кейін ол ұйықтап қалды. Ақай таңертең шығып кеткелі келмеді. Ұлым ұйықтаған соң басымды жуып, үстімдегі киімдерімді ауыстырып, енді айнаға қарап шашымды тарап тұрғам. Ақай келді. Сәл қызулау секілді.
Арақ ішкенін білдім де өзімше өкпелеген қабақ танытып, «Қайда жүрсің? Тамағың суып қалды ғой» дедім. Ол нардың шетіне келіп отырғаны сол еді. Енді қайта тұрып бірдеңе ұнамай қалғандағы әдетімен бетіме ала көзімен бір қарады да есікке беттеді. Мен де оның алдын тосып тағы да «Қайда барасың енді, тамағыңды ішсеңші» дедім. Ол «Ей, былай тұршы жолдан» деп итеріп қалды. Өзімде қаңылтақтай едім. Нардай жігіттің сермеп қалған қолының екпінімен сенделіктеп барып қабырғаға сүйеніп қалдым. Тура сол арада орамал ілетін темір шеге бар болатын. Сол басыма тиді-ау деймін, басым дыз етіп ауырғандай болды. Ақайда өзінің тым дөрекілік жасағанын енді ғана білгендей, не есіктен шықпай маған қарап тұрып қалды. Біздің дыбысымыздан оянып кеткен бала көзін тырнап есіне түрегелді де маған қарай жүрді. Мен де таяй беріп едім, ол шыр етіп жылады да мойнымнан тас қып құшақтай алды. «Менің мамам, менің мамам» деп шыр-шыр етеді. Ақай өңі боп-боз болып сілейіп тұр. «Ботам, саған не болды балам?» деп алдым ала бергенімде ұлымның білегіндегі қанды көрдім. Сөйтсем, жаңа шегеге тигенде басым аздап жарақаттанған секілді. Ақ көйлегімнің жауырын тұсын қан жуып кетіпті. Ал мен шашымда су болған соң ештеңе сезбеген секілдімін. Баланың қорқынышының сырын сонда ғана түсіндім де дереу жұбата бастадым. «Қорықпа балам, жай шашымды жуып жатып тегенеге соғып алдым, ештеңе де болған жоқ». Ақайда жүгіріп барып төргі бөлмеден менің костюмімді әкеліп арқама жапты да «Ботам, біз жанжалдасқан жоқпыз. Мамаң басын жуғанда жаралап алды. Әне, көрдің бе, шашы су ғой» деді. Екеуміз бірдей ұлымыздың көңілін орнына түсіруге әлек болып жатырмыз. Ботамыз уанып, білегінің қанын сүртіп тазаладым. Ал әкесі енді менің жарама алаңдай бастады білем. «Қан көп ағып тұр. Сен ботаны көтерде, аула сыртындағы дәрігерге барып таңғызып келші» деп қоймады. Жарақатты аса ауырсына қоймағаныммен қан тоқтаусыз аға берген соң амалсыз дәрігерге кеттім. Ботада мойнымнан тас қып құшақтаған бойы жібермеген соң оны да көтеріп ала шықтым. Қақпадан шыға бергенде алдымыздан Уәлхан мен Мұрат жолыға кетті. Мұрат үлкен ағамның үйімен көрші отыратын, әкесінен ерте жетім қалған бала еді. Сондықтан да ағаларым олардың отбасына қарайласып, туыстай болып кеткен еді. Өзі жас шамасы немеренім екеймен қарайлас болатын. Мені жақынындай санап қатты сыйлайтын. Екеуі амандасты да «Ақай үйде ме?» деп сұрады. Мен де ақымақпын-ау, жасырмастан «Иә, үйде» деп кете бардым. Көше бойындағы шағын жеке клиникаға келіп басымның шеге жыртып кеткен жерін тіккіздім де үйге қайттым. Сыртқы қақпадан кіргенде аулада Ақай, Уәлхан, Мұрат үшеуінің қызыл кеңірдектесіп тұрғанының үстінен түстім. Негізі таңертең үшеуі бір жерде қонағасы да болған секілді. Қызып алған жігіттер ол жерден шыққан соң және бір жерде отырғысы келіп, ақыры Асекең екеуін үйге шақырған. Өз ана екі жігіттен бұрынырақ келіп, ас суды даярлата бермекші болған іспетті. Ал үйге келгенде менің айнаға қарап, шашымды тарап тұрғанымды көрген қызу адам сол сәтте Уәлханның бір кезде маған сөз салғанын есіне түсірген секілді. Мұрат дауласып тұр. «Сен не, бізді үйіңе қонаққа шақырып қойып, үйіңе келсек жердің бәрі қызыл жоса қан. Екейдің әпкесі менің де әпкем. Жолда көйлегінің етегіне қан тамшылап барады. Соны көріп тұрып саған оның не деуге хақымыз жоқ па? Қызғанатының бар, үйіңе неге шақырасың?» дейді. Бәрі де түсінікті болды. Ботаны жерге қойдым да анадайда жүрген көрші апамыз Алмапайды айғайлап шақырып, Ақай мен Мұраттың ортасына түстім. «Мұрат, қызық адам екенсің. Біздің арамыздағы жағдайда хақыларың не?» «Бәсе, аяқ астынан не жетті десем, бәрін білдіріп жүрген сендер екенсіңдер ғой. Бізден аулақ жүріңдерші». Сол сәтте Алмапайда келіп жетті. Екеуміз екі жақтап Асекеңді үйге әрең кіргіздік. Көрші апай Асекеңе ақылын айтып жатыр. «Бойдақ күнде кімге кім сөйлеспейді. Жаннұрды көріп те біліп те жүрміз. Керек болса сенсіз тамағынан ас өтпейді» деп біраз сөйлеп, ашуы басылғандай болған соң үйіне кетті. Нар шетінде отырған Ақайдың киіміне жұққан шаңды дымқыл орамалмен сүрте бастағаным сол еді, шапалақпен бетімнен шарт еткізді. Әлі де қатты ашулы екенін білдім де, шырт ете түскен ұлымыз қорқып қалмасын деген оймен баланы көтеріп үйден шықтым. Не істеймін?
Үйде отырып қарадай кінәлі болып, басым жарылып таяқ жедім. Қонақ шақырған өзі, арақ ішкен өзі, тектен текке қызғанып, шу шығарған тағы өзі. Онысын түсінер түрі және жоқ. Ақыры жалғыз төрешім бабама барайын деп, ботамды көтерген бойда үлкен үйге келдім. Бабам да, апам да үйде екен. Болған жағдайды айта бастадым. Апам сөздің аяғын тоспастан өзіме дүрсе қоя берді. Қақпадан жолығып өте шыққан адамдар басыңды ақай жарғанын қайдан білет? Өзің бірдеңе демесең. Олар менің ұлымның үйіне келіп, өз қатынмен ұрысқан үшін жағасынан алатын кім екен? Апам долдана айғайлап, үйді басына көтере бастады. Сол сәтте үстімізге ақайда келді. Бабам оған ашуланып бірдеңе айтып еді. Апам тіпті бұлқан-талқан болып, селкілдеп жынданып, мені үйден айдап шықты. Кет, қайда кетсең онда кет. Өзің бірдеңе демесең, бөтен біреу ақайдың жағасынан ала ма? Қайтып менің ұлыма жолаушы болма. Шық үйден, кет, ажырас, деді. Құдай ақы күйіп барам. Кінәсіз қаралағанына шыдамадым. Кетсем кеттім, бірақ естеріңізде болсын. Алланың атымен ант етейін. Бұл жерде менің зәредейде кінәм жоқ. Бар кінәм суытпай тамағын ішсін деп, оның жолын тосқаным ғана деп шығып жүре бердім. Осыларға неге тектен текке арымды таптатам? Кет десе кетіп, ажырас десе ажырасып тыныш болайыншы дедім де, салған бойда сотқа бардым. Сот кеңсесінің ашық тұрған есігіне келіп, ішке кірмей тұрып қалдым. Себебі судьяның қарсы алдында бір еркек пен әйел отыр. Екеуі бір-бірімен ата жаудай дауласып, айтпағанды айтысып жатыр. Еркегі, ана үйге мен жалақымнан мұнша ақша қосқамын, үйді мен алуым керек десе, әйел де қалыспай, мен төркінімнен бәлен ақша кеп салғанмын, мен алуым керек дейді. Шамасы ажырасатындар секілді. Өздеріне бір-бірінен гөрі мал дүниелері қымбаттау секілді. Денем түршігіп кетті. Әйеліне күйеуінің, күйеуіне әйелінің көк тиындық құны жоқтай. Шошып кеттім. Масқара. Ажырасқандардың түрі мынау болса, бізде осында ажырасуға келсек, ақайда мені осындай жек көріп кете ме? Ол күнді көргенше тыныш өліп қалғаным жақсы ғой. Сонда жек көргеннің орнына өкініп жылайтын болады. Бірақ бұл дүниеде мен үшін оның мені сүймей кетуінен асқан қорқыныш жоқ секілді. Жүгіріп қайтадан сыртқа шықтым. Астымда ақайдың қоңыр велосипеді. Көз алдымда жаңағы үрейлі көрініс. Еміл аудандық орталығындағы үлкен көпірге де келіп қалған екенмін. Көпір үстінен өтіп келе жатқан дәу КамАЗ көлігін көрдім де, соған қарай велосипедтің басын туралап, екі көзімді тас жұмдым да, бар күшіммен педальды айналдыра баса бердім. Тарс етіп құлағанымды ғана білем. Әттең дүние-ай, 40 жыл қырғын болса да, ажалды өледі деген рас екен. Көзімді ашсам емханада жатырмын. Қолымды қысып ақай отыр. Бетіме қадала қарап отырған қалпы. Ақымақ, менен өстіп құтылмақшы болдың ба? Сені мен үйге барған соң дұрыстап сөйлесу керек секілді деп күлімсіреді де, кірпігін баяу қағып қойды. Зілсіз кінәлағаны мен даусынан еркелеткені білініп тұрды. Иә, ертесі емханадан шығып үйге келдік. Екеуміздің ешқашан тым ұзақ өкпелеуге де, тым ұзақ ерегесуге де шыдамымыз жетпейтін. Татуластық. Қайтадан жанып күйіп күндер өтіп жатты. Тек апам ғана әлденеге ашуланған сайын, осы қатыннан құтылмайтын болдық-ау, шығарып жіберейік десек өлемін деп қорқытып, қайта келіп алады. Ұлымның басын дуалап алған пері деп бетіме басатыны ғана сол оқиғаны есімізге салатын. Бір күні үйге кіші ағам келді. Менің төркінімдегілер ақайды қатты жақсы көретін. Ол да қайын жұртын қатты сыйлайтын. Ақай қайнағасымен әңгімелесіп отырып, оның шөп науқаны басталып кетті. Жұмыстан 10 күнге сұранып шықтым. Үйге барып, Шалекеңнің шөбін тасып берейін дегенін естіді. Қайын жұртына көмектескісі келді ме, әлде шөпті сылтауратып ауылға ағаммен барып, біраз уақыт жүріп қайтқысы келді ме? Мен де бір жұмаға сұранып шығайын да, сізбен барып шөп тасып жіберейін деді. Сонымен таңертеңгі шайдан кейін мекемесінен 7 күнге сұранды да, ағаммен бірге жолға шықты. Мен келгенше үйен үйде жалғыз жатпай, апамдардікіне барып тұр деп кетті. Олар кеткен соң түс ауа, тапсырма бойынша апамдардікіне бардым. Үйдегілер шай ішіп отыр екен.
Апам да оңай тергеуші ме бәрін сұрады. Мен ақымақ ештеңе бүкпестен шөп тасысқалы кетті дедім. Жасыруға, ең болмаса жай қыдырып қайтуға кетті деуге болатын еді ғой. Бірақ өтірік айту ойыма да кірмепті. Мән жайды естіген бабам күлімсіреп аз отырды да, дұрыс болыпты. Ең болмаса күйеу борышын сөйтіп өтесін деді. Ал апам сызданған бойы үндемей біраз отырды да, менің ұлыма шөп тастып, малайды тапқан екен деп бір бұрқ етті. Арада 2 күн өтті. 3-ші күні таңертең бабам кете салып, апам тағы да әңгіме бастады. Бұл не масқара? Қызметтегі адамды жұмыстан қалдырып, шөп тасту сұмдық қой. Менің ұлым олардың малайы ма? Өзім үйде отын бұтатып көрмеген баланы апарып жұмысқа салған не басынғаны? Ақыры апам қоймаған соң, жарайды апа, шақыртып берейін. Ақайсыз да жылда істеліп келе жатқан жұмыстары дедім. Солай айтуын айтқаныммен ол кезде ұялы телефон жалпыласпаған, такси көліктерінің өзі енді ғана шыға бастаған жылдар еді. Қалай шақыртпақпын? Ақыры әрі ойланып, бері ойланып, апа, кеше кеткен жігітке бүгін не деп артынан сәлем айттырамыз. Оның үстіне Ақайда келген соң менен көрет. Не болса да бірер күн шыдайықшы дедім. Апам бір күнді зорға өткізді. Ертесі және көкперіс ұстады. Не, сенің төркінің менің ұлымды жұмысқа салатындай ол қол баласы ма? Тағы да сол дыңғыр. Онда ботаны беріңіз. Жалғыз барып Ақайды ерте жөнелгенім үйдегілерден де ұят дедім. Апам ұлын тезірек қайтарып әкелту үшін немересін еріксіз қосып берді. Біз барғанда әкем де әпке жезделерім де үйде екен. Ботаны әкелгенімде өте дұрыс болған секілді. Әкемнен бастап жиендеріне айналып үйіріліп қалды. Әкем саятшы кісі болғандықтан үйден аң құс еттері қысы-жазы үзілмейтін. Бірақ әкемнен басқа ешқайсымыз одан аузымызға салмайтынбыз. Әкем де, балаларым, жандарың қаламаса тәндерің ұшынады, жегілерің келмесе жемей-ақ қойыңдаршы, ауру тек ұшықтан пайда болады дейтіндей қоятын. Сондықтан жазда өзге малды жайлауға малшылар әкеткенде, жаздайғы сойысқа деп 10-20 тоқтысын, сауынға деп 3-4 бұзаулы сиырын алып қалатын. Шай ішіп бола бергенде әкем тізесінде отырған ботаны көрсете, жездеме қарады да, мына жігітке ертерек ана қызыл тоқтыны әкеп соя берсеңдерші дей беріп еді. Жездем сөзін бөліп, 2 күннің алдында шөпшілерге сойған малдың еті бар ғой деймін деді. Әкем жақтырмай қалғандағы әдетімен шұңғылдау көзін бағжаң еткізіп жездеме бір қаратта, қайтадан жанарын жиеніне аударып түсін жылта қойып, ой, бұл бала барған жерінде бір құлақ жемесе кімнің жиені болғаны? Маңыратып әкеліп, тірі мал жығыңдар деп бұйыра сөйледі. Мал сойылып қазан бір қайнаған шақ, күн ұясына қызарып бата бастаған. Атарбаға үйіме шөпті қайта тиеген шөпшілер де келді. Есік алдында тұрған ұлым екеумізді анадайдан көріп қалған Ақай арба үстінде түк түрегелді де, басындағы шәпкісін бұлғап, «Жаннұр» деп айғай салды. Мен де жалт қарағам. Жанында арбайдап отырған кіші ағамды көріп бетім ду ете түсті. Бұл ағам дәрігерлік мамандығы бойынша ұзақ жыл оқыды. Әлі үйленген жоқ. Жастайымнан күйеуге шығып кеткеніме осы кісінің алдында іштей ұялып жүретінмін. Енді ол аз болғандай, мынаның күйеусіген түрін-ай деп іштей қысылып тұрғанымда, Асекеңде арбадан секіріп түсіп, жанымызға жетіп келді. Бағанадан бәрін көріп, аңдып тұрған әзілқой жездем анадайдан дауыстап, «Па, Ақай келіншегіңді әбден сағынып қалыпсың ғой» деп, әкем мен ағама естірте сөйлеп, бажасын оңдырмай ұялтты. Асекең оғаш қылық жасаған енді ғана білгендей, 2 беті құлағына дейін қызарып, теріс айналып үйге зып берді. Кешкі ас үстінде жездем оны іліп тартып мүйіздеуін қоймады. «Ақай, сен мұнда келгелі ұзақ болып қалдың ғой деймін, дейді. Ондай сәтте Ақай 2 беті қызара, басын жерден алмай, көзінің астымен әкеме қарайды. Мен де ұяла көзімнің астымен ағама қарайым. Дастархан басында әлде бір денесін шөпекте жеп отырған ботаға қарап қойып жездем, «Ой, мына ботан-ай, әкесін сағынып іздеп келіпті ғой. Түнде қойнына жатып ұйықтайды деші» дейді. Ақай екеуміз одан сайын қуыстанып қызарып кетеміз. Ағам ара-тұра әңгімені басқа жаққа бұрған болады. Бірақ әзілін доғармаған жездем бажасын ғана емес-ау бәрімізді ұялтып бітті. Ақыры дастархан жиналып әпке жездем үйлеріне қайтты. Олар кеткенмен бізді жерге тығып, әбден тұқыртып кетті.
Ал енді төсек салып көр. Қайда, қалай саларымды білмей есім шықты. Еріксіз ауызғы бөлмедегі нардың үстіне, әкем мен ағамның ортасына Ақайдың төсегін салдым. Ботамыз екеумізге төргі бөлмедегі темір төсектің үстіне салдым. Таңға жуық болса керек, Асекең келіп тұр. Жаннұр, біз үйленіп баламыз 2 жасқа толған ерлі-зайыпты адамдармыз, бірге жатудан неге ұялып жүрміз дейді. Қайдан білейін, өзіңде ауылды басыңа көтеріп, шөптің төбесінде айғай салып нең бар еді? Жездемнің құрығына өзің түскен жоқсың ба? Осыны айта бергенімде ауызғы бөлмедегілердің біреуі сыртқа шыққандай болып, есік дыбысы естілді. Ақай ұшып тұрды да, біреу оянып кетті деп, аяғының ұшымен басып, ауызғы бөлмедегі төсегіне қарай тұра жөнелді. Таңертең төсек орындарды жинастырып жүргем. Әкем есіне әлде бірдеңе түскендей ойлана қалып, балам, осында бірер жұма боласыңдар ғой, деді. Жоқ әке, бүгін қайтамыз. Әкем жұлып алғандай, неге? Не асығыс? Бала шағаларыңмен түгел бастарын қосылып, әрең бір келгенде кеткен не істеді? Мен ойланып қалдым. Не деймін? Апам төркініңнің шөбін тасытпа ұлыма деп жатыр дейтін емес. Әке, оны жұмыс орны шақыртып жатыр. Бүгіннен қалмай келсін деді. Мен соған бола келгенмін дедім. Солай ма деген әкем енді Ақайға қарады. Балам, онда мал өріске кетпей қораға бар да, ана кішкенелеріңе арнап бір малға өз қолдарыңмен ен салып кетіңдер. Ал жиен 40 серкешін мал жайлаудан түскенде және ала жатар деді де, қынындағы бәкісін алып, нар шетіне тастап, өзі құманын көтеріп шығып кетті. Ақай маған қарады. Мен де әзілдеп, немене, атаңның малын аяп тұрсың ба, алсаңшы бәкіні дедім. Ол күлді де бәкіні қолына алды. Ұлымыз үшеуміз мал қораға келдік. Айнала атты кісі адасатын көк шалғын болғандықтан, мұндағы малдар жайлауға бармаса да өте семіз болатын. Тайыншадай 4 бұзау енелерінің желіндегі соңғы индісін ақ көбігін ағыза, алдыңғы 2 аяғын жерге бүге қалып сорпылдатып жатыр. Шеттегі дәу кер сиырды еміп жатқан, бойы енесінің сауырына таяп қалған көк ала бұзауға көзіміз түсе кетті. Ақай тұңғыш рет қайын жұртының қорасында баласын арнап, мал құлағын қанатып, ен салып жатты. Әкем құманын көтеріп таяп келді де, сүйінген кездегі әдетімен, мына ұрғашы мал екен, бұйырса өсірерсіңдер, малды басты болыңдар, құрбыларыңның алды болыңдар, Алла ғұмыр берсін, Аллаху акбар деп бетін сипады. Ақай да күбірлеп бетін сипады. Сонымен апамның бір баласын үйге келіп, бір баласын апарып беріп дауынан құтылдым. Күндер бұрынғыша өтіп жатты. Бір күні үйге орта мектепті бірге тауысқан сыныптастарым мен достарым келді. Қалида мен Гүлмира Үрімші қаласындағы университетте студент болатын. Гүлмираның сөз байласып жүрген жігіті де бала күннен бірге өскен досым Санжы қаласында әскери мектепте еді. Қонақтар аяқ астынан келді, бірақ бұрынғыға қарағанда жағдайымыз жаман емес болатын. Әкем ауылдан мал сойдырып жіберіп тұратын. Апам да кейде бірер жілігін бізге тықпалап, балам алып кетіңдер, қазір бізге қарағанда қонағы көп сендер, үлкен отбасы болдыңдар деп пиғылы түскенде беріп жататын. Қазанға ет салып, дастархан жасадым. Шай да қайнап, стол да даяр болды. Бірақ Ақай жұмыстан әлі келген жоқ. Жүгіріп есік алдындағы мекемесіне барып едім. Елдің бәрі жұмыстан әлдеқашан қайтып кеткен. Ол болса жоқ. Не істерімді білмей келесі көшеде тұратын Жақайға бардым. Мотоциклің бар ғой, көше жақтан Ақайды тауып келші, үйге қонақ келді дедім де қайта жүгіріп үйге келіп шай құйдым. Арада бірнеше сағат өткенде Жақай өзі жалғыз келді. Қолында бір блок сырасы бар. Ақайды таппадым деді. Біздің қыздардың ішімдікке әуестігі жоқ еді. Сыраны жігіттер өздері ішті. Жақай қонақтармен танысып әңгімелесіп бірге отырды. Әдем ән, тартымды әзілмен отырып таңдатты. Ақай болса әлі жоқ. Таң ата ұйықтаған қонақтар түсте оянып тамағын ішіп, сағат 2 мөлшерінде риза болысып, қош айтысып үйлеріне қайтты. Олар кеткен соң күндегі әдетімше үйді тазалап жинадым да, нардың үстіне дөңгелек столды қойып кітап оқып отырғам. Ақай келді. Өзімше кешеден оған ашулы болатынмын. Қонақтар келгенде отағасы ретінде төрде қарайып отыру керек еді. Достарым мені не деп түсінді екен, қаңғып кеткен қылғын-ай деп іштей өкпелеп ағып отырмын. Бірақ ол менің қабағыма қарап, өзін кінәлі сезіне қоймаған секілді.
Үйге кім келген деп қатқылдау сұрады. Екі көзімді кітаптан көтермеген күйі өзімше әлі де бұлданыңқырап жауап бермей отыра бердім. Оның дауысы енді тіпті қатқылдау шықты. Залдағы сыраның құмыралары не? Үйге кім келген? Үйге Қалида мен Гүлмира келіп жүретін жігітімен бірге. Сен қашаннан бері үйге өзің әкеп ішімдік құятын болғансың? Онда не тұр? Өзім ішкем жоқ, және мен құйғам жоқ. Сыраны Жақай әкеліп қойды. Сен өзің жоқ болдың. Ол шынымен қатты ашуланып кетті. Өңі қап-қара болып түтігіп, анадай жерде тұрған телевизорды көтерді де жерге бір-ақ ұрды. Маған мынадай бассыз отбасының керегі жоқ деді де, мен жазу жазып отырған дөңгелек жер столды да жұлып алып лақтырып жіберді. Мұнда тұра берсем шығын молая беретінін білдім де, үйден шыға жөнелдім. Әрине, менің баратын жалғыз төрешім бабам ғана. Екі өкпемді қолыма алып, үлкен үйге келдім. Апамның қаймақты шайының иісі бұрқырап, құрт ірімшігін салып шай ішіп отыр екен бабам. Ауылға барып енді келген секілді. Мені көрген бойда, келе ғой балам, ауылдың дәмінен ауыз ти, мен де жаңа келдім деп өзі төрдегі орнынан апама қарай сәл қозғалып қойды. Дастархан шетіне жайғастым. Апам бетіме қарап, екінті мен ақшамның арасында неғып жалғыз жүрсің ей балам? Жайшылық па? Күйеуің қайда деп бірнеше сұрақты қатарынан қойып үлгерді. Мен бұл жүрісім жайшылық емес екенін айтып, болған жағдайды қаз қалпында әңгімелеп болғанымша, сол баяғы әдетімен соңымнан Асекең де келіп жетті. Апам бар кінәні маған артып, бабам Ақайды кінәлап, екеумізге екеуі әбден ұрысты. Мен де қоймайым. Сонда менің не кінәм бар? Үйге келген қонаққа Ақай жоқ кетіңдер деймін бе? Ал Жақай сыраны мен тапсырмасам да өзі алып келіпті. Оған мынауыңда кет, үйден шық деймін бе? Қыдырып кеткен үшін өзі кінәлі екенін білмей, келіп тағы үйді шағып тастады. Оның үстіне ол телевизорды 800 юаньға қарыз қалғанмын деп, өзімдікін дұрысқа шығарып әлекпін. Ақыры болмаған соң балалардың біреуін жіберіп Жақайды алдырдық. Стол шетіне үшеумізді қатар отырғызып қойып, апам мен бабам судьядай сұрақтың астына алды. Апам Жақайға шүйілді. Ей бала, күйеуі жоқ үйге сен неге апарып ішімдік құясың? Жаннұр саған сыра әкел деп тапсырды ма? Жоқ, әкел деген жоқ. Өзімше досымның жоқтығын білдірмей, қонақтарын күтісіп жіберейін деген оймен деп, төмен қарап міңгірледі ол. Бабам сұрақты Ақайға қойды. Менің отбасыма менсіз ішімдік неге құясың деп, келіншегіңді жазғыруды білгенде, өзіңнің отағасылық жауапкершілігіңді неге білмейсің сен? Айтпай қайда жоғалып кеттің? Қызыл жұлдызға барғанбыз. Түсте ғана қонақ болып қайтпақшы едік. Мекемедегі жігіттердің біреуінің үйіне шақырған. Түскі қонақ асы кешкіге жалғасты да, жалғыз кетіп қалайын десем көлік те жоқ. Оның үстіне бөлініп кеткенде ыңғайсыз болды деп, ол да үндемеді. Енді апам мені қайта сұрақтың астына алды. Ей балам, үйде күйеуің жоқ болса, Жақайға барып іздеп кел дегенше, біздікіне келіп, мына ауылдарды жұмсамасаң болмай ма? Енді сіздердікі алыстау, Жақайдың үйі жақын болған соң, оның үстіне бұлар бір-бірінің қайда болатынын жақсы біледі ғой деп ойлаған едім деп мен де төмен қарадым. Ақыры, екі судья үшеумізді бірдей кінәлі етіп шығарды. Біз бір-бірімізден кешірім сұрап, сол жерден татуласып тарадық. Иә, менің Ақаймен өткен бір күнімнің өзі бағалы бір кітап секілді сезілетін. Жай адамдар оқып түсіне алмайтын бір тамаша кітап сияқты еді. Сенсіз ғұмыр жоқ сірә менде дейтін, көзедегі жырымен зерделейтін, күллі әлемнің байлығы сенің ғана, табаныңның астында дөңгелейтін деген жыр жолдарда кейін сондай сәулелі сәттерді аңсаудан, сағыныштан туындап еді-ау. Бір күні Ақай жұмыстан келген бойда, тамағың піскенше ботаға барып келейінші деп шығып кетті. Мен бағана барып ботаны көріп қайтқанмын. Апасының кіріп шығып бірдеңеге айналған орайлы сәтінде ескеп сүйіп те үлгергенмін. Ал әкесі кешеден бері бара алмаған, баласын сағынып шөліркеп тұрған болар. Арада 1 сағаттан артық уақыт өтті. Ақай сүлкіні түсіп қайта оралды. Тамақ салып беріп едім, шұқылап біраз отырғанымен тәбеті бола қоймады. Саған не болды, бір жерің ауырып тұрған жоқ па деп ақырындап сұрай бастадым. Үйге барсам апам жылап отыр. 3 жылдай болды төркініме бара алмадым дейді. Нағаш апамыз сырқат секілді. Поштадан телефонмен сөйлескен көрінеді деді. Сөйтті де ауыр күрсінді. Қу кедейлік Айдеш. Бұрынғылар Меккеге анасын жаяу арқалап апарады екен. Ал менің мына тұрған 1000 шақырым жердегі төркініне апарып келуге шамам келмей отырған түрім мынау.
Айтарға сөз таппай үнсіз қалдым. Жұбатудың да жөні жоқ. Үнсіз орнымнан тұрдым да ыдыстарды жуып төсегін салып бердім. Оның жабырқаған түрі арқама аяздай батты. Апамның төркіні Іле Қазақ облысының арғы жағындағы бір ауылда екен. Жол қаражаты, сәлем сауқаты мен 1000 юань ақша керек дейді. Ал ол кезде 1000 юань бір жақсы аттың құны болатын. Сол кездегі халықтың тұрмыс деңгейімен өлшегенде бұл едәуір көп ақша, яғни кез келген адамның қалтасынан мұндай ақша шыға бермейтін. Былайша айтқанда, ол Ақайдың 5 айлық жалақысына тең келетін. Не істейміз деп ойландым. Күйеуімнің сырын білем ғой. Енді осыны уайымдап еңсесі түсіп қиялданады да жүреді. Қалайда бір амалын табу керек болды. Ағаларымнан сұрасам қайтеді? Әрине Асекең естісе оған жол бермейді. Ұят намысы бар азамат. Түнімен санам сансаққа кетіп жатып, таңға жуық ұйықтаған секілдімін. Оянсам ол менен бұрын тұрып жуынып киініп алыпты. Таңғы дастарханға самарқаулау отырған, оған көңілдене қарадым да, Ақай, апаңды төркініне неге апарып келмейсің дедім. Ол маған таңырқай қарады. Не айтып тұрсың? Ақшам болса қазір апарар едім ғой. Ботаға атасы берген бұзау бар еді ғой. Биыл құнажын болды емес пе? Соны сатсаңшы. Ол қуана қалғандай болды да, қайта сабырлы қалпына ауысты. Оны нағашы атасы ұрғашы мал өсіресіңдер демеп пе еді? Ештеңе етпейді. Бота есейгенше атасының талай малына ен салады. Дүние бір құнажынға байланып қалған жоқ. Барды әкеліп базарға салып, жетпесе бухгалтерден жалақыңды алдын ала сұрап аларсың. Ол шынысындағы енді ғана құйылған шайынды ішпестен тез түрегелді де балаша қуанып мені құшақтап шекемнен сүйді. Ақылдым менің. Мен Қарасайға кеттім деді де үйден асығып шыға жөнелді. Ертесі көк құнажынды сатты да бухгалтерінен 1 айлық жалақысын алып, сәлем сауқатын толықтап, анасы мен ұлы екеуін Іле облысынан нағашыларына кетті. Малдәрігерлік пунктінің негізгі күзет жұмысы Ақайдың жауапкершілігінде болғандықтан, бабам оның орнына осында түнеу керек болатын. Ал мен Асекеңнің орналастыруы бойынша апамдардың үйінде қалдым. Олар кеткелі де бірер апта өтті. Сағым жазғы каникулда осында болатын. Бір күні Сағым, Самал үшеуміз түскі астың пісуіне байланысты бірдеңеге келісе алмай қалдық. Менің жеңге атым болмаса, жас шамасынан Сағым екеуміз қарайлас едік. Ал дене тұрқымызға қараса, ол екеуі де менен үлкен көрінетін. Иә, менің де ақылым шамалау. Жаңағы қақтығыстан кейін жұмысты қалдырдым да, екеуіне өкпелеп тамақ істеспей телевизор қарап отырып алдым. Сағымның мінезі ауыр көрінгенмен жұмысқа қулығы бар еді. Күңкілдей сөйлеп, сабан астынан су жүгіртетінде кісілерді білдірмей қайрай қоятын. Самал өзінің ашушаң жеңіл ауыздығына басып, сен біздің үйде даяр тамақты ішіп жеп құр жатасың ба? Тұр, жұмыс істе, әйтпесе кет үйіңе деп өрекпіді. Ортамыздағы алғашқы дау елеусіздеу бірдеңе болғанымен, мына екеуінің екі жақтап қысым қалғанына менің де ашуым келіп, тамақтарыңды өздерің іше беріңдер, мен керек болса өзім жасап ішем, болмаса маған албаты соқтықпаңдар дедім де жастықты алып, нардың шетіне жантая беріп едім. Самал одан сайын жынданып жүгіріп келіп, кет біздің үйден деп жағама бірақ жармасты. Сағымды арашалаған болып жүгіріп келді де, кетші үйіңе деп есіктен итере шығарып жіберді. Ақай барда бұл қыздардың мұнша бассыздықпен басынғанын көрмеген едім. Иә, Сағымның да Самалдың да әлденеге апасымен бірдеңеге келісе алмай, жылап-сықтап талып қалатынын, немесе зиратқа қашатынын неше мәрте байқағам, бірақ қыз бала бола тұра нақ осындай көк долы екендерін білмеппін. Мен өзімде 4 жеңгемнің ортасында жүріп өстім. Қанша еркеш олжаң болсам да, біреуінің бетінен алып ұрысып төбелесіп көрмеппін. Тіпті ағаларымнан жасқанбайтын басым жеңгелерімнің алдында өзімді қатты сыпайы ұстайтынмын. Ал мына қыздардың арыстандай ақырған түрінен шынымен кісі жасығандай еді. Олар есіктен итеріп шығарып жіберген соң, мекеме ауласындағы өзіміздің үйге келдім. Бабам кешкісін келгенде үйде жүрген мені көріп, балам-ау, ертерек қайтып тамағыңды ішсеңші, мұнда не қып жүрсің деді. Баба, менің неге қайда кеткенімді Сағым мен Самал түсіндірмеді ме? Жоға, олар сенің қайда кеткеніңді білмейміз деді ғой. Мен болған жайды түк қалдырмай айтып бердім. Бабам қалтасынан алып 50 юань ақша берді де, болды балам,
Ол қыздардың мінезі де оңып тұрған жоқ. Таңертең бар да базардан көкөніс бірдеңелеріңді әкеліп, осында тұра бер деді. Бабам енді таңертеңгі және кешкі асты біздің үйден ішіп, тек түскі аста ғана өздерінің үйлеріне барып жүрді. Арада бір апта уақыт өтті. Бірде күн ұясына кірген шақ, кешкі астың әзірлігін жасап жатқанмын. Үйге шалғын келді. Жеңге, апамдар келді, сізді шақырып жатыр деді. Ботамды қатты сағынып жүргенмін. Балаша жүгіріп жеттім. Апам төркінінен келген соң ба тым көңілді. Ботаны иіскегендерге де кеңшілік беріп отырған секілді. Әкелген сәлемдемесінің ішінен бір үлкен кілемін бізге берді. Дастарханын сарқытпен толтырып шай құйды. Тым көңілді отырып шай іштік. Әдетте көп ашылып сөйлемейтін бабам да бүгін өте көңілді. Шай ішіліп бола бере Ақай маған қарап, сен неге ол үйге барып алғансың? Осында қалмап па едің деп күңк ете түсті. Мен оның сөзін елемеген кісідей жауапсыз қалдырып отыра бердім. Бірақ оған жақын жерде стол үстіне нарын жайып тұрған сағым естіп қалды. Не ойлағанын кім білсін, мүмкін үйіне барған соң бәрібір айтады. Одан да өзім айтып ақталып қалайын деген шығар. Ақайға жауапты сол берді. Ол үйіне бізге өкпелеп кетіп қалды деді күле сөйлеп. Апам жалт қарады. Не жетті? Неменеге ұрыстыңдар? Сағым тағы да өзінің қулығына басып, негізі айта қоярлықтай да нәрсе емес болатын, ендігісін Самал өзі айтсын деді де, кәрістің телехикаясына телміріп отырған Самалға күле дауыстады. Жеңгеңді неге қуып шыққаныңды айтсаңшы? Үйдегілердің бәрі Самалға сұраулы көзбен қарай қалды. Ол өзіне қадала қарағандарды көзімен бір шолып өтті де, сендер не бәрің маған қарайсыңдар? Ол екеуі өздері айтсын деп ашулана айғайлап, стол шетіндегі сеппелек ұн салулы тұрған кесені жұлып алып, есік жақтағы қабырғаға бір-ақ ұрды. Ақай бұл отбасындағы балалардың үлкені болғандықтан, әдетте бәрі оны қатты сыйлайтын. Әсіресе қарындастары мұндай мінездерін оның алдында көрсетпейтін. Есің дұрыс па деп қарындасына көзін алайта қарады. Апам да ана жақтан қостап, міне, сен бөлек шыққалы мына қыздар әбден өзгерді. Ана кәрістің секеңдеген жын дәртістерін көреді де соларға еліктеп, қолына не түссе соны жерге бір-ақ ұратын мінез тапты. Мына қылығыңды қоймасаң Ақайға айтам деп талай ескерттім, түзелмей-ақ қойды деді. Сағымға қосылып апамның да өзін кінәлағанына шамданған Самал орнынан қарғып тұрды да, стол шетінде жайма кесуге қойған пышақты жұлып алды. Бәрің менен көресіңдер ме? Ақай да орнынан тез түрегеліп қолынан шап беріп ұстатты. Мына өзі не болып кеткен? Ұялсаңшы, кіп-кішкене бола тұрып деп қарындасын шапалақпен тартып жіберді. Қолындағы пышақты алып жерге қоя бергені сол еді. Одан сайын долданған Самал енді терезе алдындағы ет шабуға арналған дәу пышақты бас салды. Ақай қайтадан тез қимылдап, оның қолындағы пышақты ептеп алды да қапсыра құшақтап, сен шынымен әбден асып кеткен бала екенсің. Жүрш, ана үйге барып сөйлесейік деп сыртқа қарай шығармақшы болып еді. Ол одан бетер жұлқынып, күш бермеуге айналды. Ақыры ыза болып кеткен Ақай оны және шапалақпен шарт еткізді де, қой дедім саған, жи енді есіңді деп сыртқа сүйрей жөнелді. Сол-ақ екен, апам енді маған дүрсе қоя беріп, міне, енді Ақаймен қарындастарын ұрыстырды. Бұл жыланның жүрген жері лаң, бағана шақырмай-ақ қояйын деп едім, осыны шақырта қойған тағы да менің ақымақ ұлым. Оның басын жадылап алған, міне, енді қарындастарына қол тигізді деп, үйді басына көшіре айғайлап қарғап сілей жөнелді. Бабам бағанадан бір ауыз тіл қатпай үнсіз отырған. Шыдамай кетіп, тәйтәрі, өзіңді ұят бар ма? Балаларыңды дұрыс тәрбиелей алмаған нақ кінәлі адам өзің екеніңді неге білмейсің деп зірк ете түсті. Мен отыра берсем жағдайдың одан сайын ушыға түсетінін сездім де, ақырын сыртқа шыққан болып үйге кетіп қалдым. Әлгі уақиғадан кейін қандай көңіл күй болсын. Келген бойда төсек салып жатыр едім, артымша Ақай да келді. Жаңағы желінбей қалған еттен де ала келіпті. Бір қолында ыстық тамақ салынған мескей, бір қолмен ботаны көтеріп алыпты. Екеуін қатар көргенде күн жарқ етіп ашылғандай көңілім көтеріліп қалды. Ботан неғып берді дедім баланы қолынан алып жатып. Атасы, алып кет, шешесі де сағынып жүр деген соң апасы да таласып, ештеңе дей алмады деді. Қолындағы ыдысын стол шетіне қойып жатып. Үшеуміз бір отбасы болып, нар үстіне қойылған дөңгелек жер столға тамаққа отырдық. Ұлымыз тамағын шер ішпестен ойыншықтары салулы тұрған қағаз қорапты төңкеріп жіберіп,
бүкіл асығы мен ойыншық машиналарын алып төрде ойнай бастады. Ақай барған келген әңгімелерін айтып, сонда түскен суреттерін көрсетті. Бағанағы келеңсіздік жайлы қайтып екеуміз де тіс жарғамыз жоқ. Ол суреттердің ішінен бір жас келіншекті көрсетті. Бұл менің өзімнен үлкен әпкем екен. Кішкентай күнінде нағашы апам бауырына салып алыпты. Қазір отбасылы бір баласы бар. Бірақ кісінің өз бауырында өспеген бала тым салқын болады екен деді де, ботаға қарап жеңіл күрсініп қойды. Мен оның не ойлап кеткенін түсіне қойдым. Талайдан айта алмай жүрген ойымды ақырын жеткізуге тырысып, Ақай, сен дұрыс айтасың. Кісінің өз бауырында өспеген бала шынымен салқын болады. Оның үстіне ботаң да 4 жасқа таяп қалды. Жұрттың баласы 2 жасынан балабақшаға барып, әртүрлі өнер, әр ұлттың тілін үйреніп жүр дедім. Ол азырақ ойланып отырып, бірақ апасы бермейді ғой деді. Бермегенде апасының етегіне қашанғы оранып отырады. Бұлардың қоғамының өресі қазіргіден де күрделі болады деп шамамның келгенінше түсіндірдім. Ұлымыз өз есімі атала берген соң назарын бөлді ме, әлде шаршап ұйықтайын деді ме, әкесі екеуміздің арамыздағы кішкентай бос орынға жастықты сүйреп әкеп тастады да, менің басымдағы жаулықты жұлып алып жақсылап жайды. Өзінше төсек салған түрі. Сосын апасының шытын мұрнына апарып иіскеді де ұйқыға кетті. Ақай маған қаратты, сонда не ойың бар, ашық айтшы деді. Өзі де көп нәрсені іштей түсініп келген секілді. Мен айтсам бүйтіп баланың күнін текке өткізбейік. Біздің көшенің төменгі қиылысындағы жеке балабақшаға барып сөйлескенмін. Айлық ақысы да қымбат емес. Балаға жан-жақты тәрбие мен өнер үйретеді екен дедім. Ол мырс етіп күлді. Сен осының бәрін іштей ойлап, орын тауып сөйлесіп те қойыпсың. Бірақ маған неге ендігін айтып отырсың? Апамның мінезін білем ғой. Оның үстіне сен де дұрыс түсінбей қалама деп. Ол ертесі апасымен өзі сөйлесіп, көндіретін болды да, мен ботаны әлгі балабақшаға тізімге алдырдым. Дүкенге апарып өзіне шақ кішкентай сумка, қағаз қарындаштар әпердім. Сәби жүрегі бір жақсылықты сезгендей мәз болып қуанып жүр. Оның бал-бұл жанған жүзін көріп мен де мәзбін. Ботам екеуміз үйге келдік. Ол заттарын сумкасынан бір алып бір салып, есі шығып отырғанда әкесі де келді. Ұлының мына түрін көрген ол да қуанып қалған секілді. Сумкасын әдейі қолынан алып еді, бота да жан дәрменмен таласып, менікі мамам әперді деп шыжық болып ала қашты. Қызғанған түрін өзінің деп күлді әкесі. Сол сәтте есіме көнеден келе жатқан бір әңгіме түсті. Баяғыда біреу Мұхаммед пайғамбарымызды іздеп келіп, ей Алланың елшісі, мен дүниедегі ең бай, ең бақытты адам болғым келеді. Ол үшін не істесем болады деп сұрапты. Сонда пайғамбарымыз, ол өте оңай, қолыңда барыңа қанағат ет. Ең бай адамсың, жаныңдағы жақындарыңды жан тәніңмен жақсы көр. Ең бақытты адамсың деген екен. Біз шынымен де сондай бақытты адамдар едік. Ақай ертеңіне ботаны алып, апасынан рұқсат сұрауға кетті. Кешегі ұрыстан кейін мен онда барғым келген жоқ. Оның үстіне мына хабарды апасы қалай қабылдауы да белгісіз. Олар көп айналған жоқ. Әр кетсе 1 сағат мөлшерінде қайтып оралып. Сәтін салғанда апам немересінің сенбі жексенбі күндері өздерінің жанында болатынын айтып, басқа уақытта балабақшаға өзіміз апарып әкеліп тұруға келісіпті. Қуанышымда шек жоқ. Ертесі таңертең ертемен ботаны тәрбиешісіне апарып тапсырып, кешке алып қайттым. Келесі күні де солай болды. 3-ші күні баланы алуға барсам, әжесі алып кетті дейді тәрбиеші. Сағынған шығар, бір күн жанында болсын дедік те, ертесі таңертең Ақай барып қайта келіп балабақшаға апардық. Сөйтсек апам менен бұрын барып тағы да алып кетіпті. Сонымен не керек, біз ботаны балабақшаға апарамыз, 2-3 сағаттан кейін апасы алып кетеді. Оның ізіне десек, өзімізде оқу оқымай-ақ хат танығамыз. Бала әлі кішкентай, 7-ге толғанда оқытсаңдар да жетеді дейді. Сөйтіп мың түрлі сылтаумен ырың-жырың ұлғая берді. Қыста түсті, тартыстан біз де шаршадық. Тыңдайтын апасы жоқ. Оның үстіне ана жолғы сағым, Самал екеуімен ұрысымыздан кейін менің ол отбасымен байланысымда сиреп кеткен. Апам күн суығанын сылтауратып, ботаны балабақшаға мүлде жібермейтін болды. Ақайда қажыды. Шыдайық, келесі жазда ботаны үлкен балабақшаға кіргізейік, биылша апасының жанында болсын деді. 7-ші бөлімнің соңы.